Ең бірінші бияз ематы керек. Бияз дейді, марля дейді, осыны 18-де 18 сантиметр етіп қырқап, ортасын белгілеп аламыз. Одан кейін бізге лента керек болады. Бұл лента менде 3 сантиметрлік. Сосын 4 бұрыш қажет болады. Осындай тік 4 бұрыш. Менде ол 4-4 сантиметр. Және де көріп отқандарыңыздай, осындай бізге 2-2 штуктан біреусі 4,5 сантиметрлік, және біреусі 10 сантиметрлік 4 бұрышымызды қырқып, және ортасынан тағы да бір бөліп аламыз. Және де бізге резка, сызғыш, ручка керек болады. Енді қазір құраймыз. Мінекей қыздар, біз қазір тігін машинасына отырып құрағымызды құрайын деп жатырмыз. Құрамас бұрын машинка менде осындай жаноме. Менде осыларды қалай қоятынымды бір айта кетейін. Мына жерде А дегеніміз ол тек қана бір ғана тігіс, міне астында көрсетіп тұр. Менде тігістің ара қашықтығы 3-те тұрады, және де тігістің ұзындығы номер 5-те тұрады. Ал ендеше кеттік, құрағымызды бастаймыз. Мына жерде бияз матамызды көріп отырсыздар. Біз бұның шет-шеттерін сызып алған болатынбыз. Міне оның үстіне 5-5 сантиметрлік тік 4 бұрышымызды қойып, және де оны осы сызықтың бойына орналастырамыз. Мына 4 жағы да осы сызықпен теңдей болу керек. Одан кейін барып, оны бір рет бір ғана тігіспен жылжып кетпес үшін тігіп аламыз. Ары қарай қыздар, міне 4,5 сантиметрлік қырқып алдық қой. Соң ортасынан бөлдік. Енді соны мынаның бір жағына қоямыз. Осыны бір тігіспен тігіп шығамыз. Одан кейін мына жағына өтіп кетпеңіздер. Қазір мынау екінші 3 бұрыштың екінші жағы бар ғой, мынау 4 бұрыштың екінші жағын былай тігіп аламыз. Сонда қарама қайшы тігіс болады бізде. Одан кейін мына жағын, одан кейін барып мына жағын тігеміз. Сіздерге қазір тігіп көрсететін боламын. Мына бір жағын тігіп алдық, бұны қырқып, мына жағына өткенше, оданша бір тігіспен тағы да бір рет былай тігіп, мына жағына өте салғандарыңыз жақсы. Одан кейін тігістің басында және соңында закрепка беруді ұмытпаңыздар. Енді біз мына жағына қарама қайшы мынау жасылды орнатамыз. Төртбұрышының жасылын орнатамыз, жақсы. Бір жағын тігіп алғаннан кейін екінші жағын қарама қайшы етіп қоямыз. Закрепка беруді ұмытпаңыздар, екі жағына да. Енді тағы да екінші 4 бұрыштарымызды алып, мына екі жағына жалғап тігеміз. Сізде ортасы осылай шығу керек. Осылай 15 шығу керек сізде. Қыздар сосын тағы да мына жаққа дейін біз негізінде жіпті қырқып алсақ та болар еді, бірақ қырықпай ары қарай мен осы жаққа дейін тігіп шығамын. Лентамызды алып, түтігін астына қаратып, бір тігіспен тігіп шығамыз. Тігістің менде өлшемі 0,5 сантиметр.
Енді біз мына былай тұрады ғой негізінде құрағымыз, иә. Енді мына жерлер ашық, яғни біз мына 10 сантиметрлік төртбұрышымыздың жартысын осы жерге тігетін боламыз. Менде мына осындай құрақтар түрлері бар, және тағы да құрақтың түрлері шығады. Міндетті түрде мен қазір плейлист қалдырып кетемін, соны да көріңіздер. Өте әдемі құрақтар. Бәріне тиіп бол, сендегі тикток сразу хит бол. Мендегі икпорт, бәріне тиіп бол, сендегі тикток сразу хит бол.